Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен духовкада дайындалатын пицца пісіреміз. Дәмі өте керемет болып шығады. Жұмсақ, ашытқы қосылып жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізде үйде балалар пиццаны өте қатты жақсы көреді. Сіздер де осылай балаларыңызға дайындап қойсаңыздар, өте керемет, тез әрі оңай жасалады. Жұмсақ болып керемет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы суымызды құйып аламыз. Тұз саламыз, қант саламыз, ашытқы саламыз. Жақсылап араластырып, бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Біраз көтерілгеннен кейін үстіне күнбағыс майын құямыз. Енді біртіндеп ұнымызды салып, жақсылап елейміз. Енді бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілді, енді пиццамызды дайындайтын боламыз. Астына осылай майонез бен кетчупты жағып аласыздар. Сосын үстіне үйде не бар, сол затты салсаңыздар болады. Еттің фаршын қосса болады, саңырауғақ қосса болады. Мен 2 түрлі шұжық қостым. Помидор, қызанақ салса болады. Әркім өз қалауынша. Бізде осылай шұжықпен жасағанды балаларым жақсы көреді. Енді духовкада 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Ең бастысы қамыры піссе болды. Міне біздің пиццамыз пісті. Енді бетіне осылай ірімшікті салып шығасыздар. Қайтадан духовкаға пісірудің қажеті жоқ. Ірімшігіміз өзі ыстықта еріп кетеді. Қайтадан бір салсаңыздар, ірімшігі қатып, дұрыс болмай қалады. Осылай ірімшікті духовкаға пісірмей, ыстық күйінде бетіне саласаңыздар, созылмалы болып, өзі еріп, дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры жұмсақ болып, керемет болып шықты. Міне ортасы осындай. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі менен қандай рецепт күтесіздер, пікірге жазып қойыңыздар.